Сәлем достар, қалайсыздар? Сізбен бірге каналына қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін күшті кеңес айтатын боламын. Ол жасөспірімдерге. Мен кеше оны кітаптан оқыдым, кеше түсіремін деп ойлағанмын, но бүгін түсіретін болдым. Ал егер сіздерге қызық болса, ал маған дәрігер лайк басып ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші кеңесімді кетсем, өзімді ешқашан сыныптастарыммен, дос балаларыммен және блогерлермен ешқашан өзіңізді салыстырмаңыз. Ол адам бай болсын, кедей болсын, ол өзіңізде. Мысалға, сіздің досыңыз бай, 17 жаста iPhone ұстайды, шетелде қыдырып жүр, онымен өзін салыстырмаңыз. Ал сіз болсаңыз интернет жоқ, сабақ оқып, өзіңіз ойлайсыз, мен ештеңеге жарамаймын, ой сорлы болып қаламын, мен ештеңе жұмысқа да алмайды, сабағымда дұрыс емес дейсіз. Егер сіз еңбек етіп, сабақты жақсы оқысаңыз, өзіңіз де сол байлыққа жетесіз. Ал былай айтсам болады, мен былай жұмыс істеуге болады. Одан депрессияға ұшырауыңыз да мүмкін, одан сіздің көңіл күйіңіз түсуі де мүмкін, сөздік қорыңыз жетілмей қалуы да мүмкін. Сондықтан да осы кеңесті обязательно істеу керек. Өзіңіз күнделікті күніңізді жазыңыз, әдепті де не істейсіз, сол өзіңізге тапсырма беріп отырыңыз. Әрқашан бір әдетпен, бір қалыпта істеуіңіз керек. Екінші кеңесімде кетсем, өз-өзіңді жақсы көр, бірақ бөгде адамдарды сыйлап құрметте. Былай айтсам болады, өз-өзіңді жақсы көр дегенді өз-өзіңді сыйла, өзіңді жаман жолға апарма деген мағына білдіреді. Ал бөгде адамдарды құрметте, үлкен кісілерге орын бер. Егер сіз автобусқа кетіп барсаңыз, үлкен кісіге орын беріңіз. Ол кезде сіздің сыпайылығыңыз, құрметіңіз білдіреді. Сондықтан өз-өзіңді жақсы көріп, үлкендерге құрметпен қараңыздар. Ал үшінші кеңесім, білім сіздің ешқашан сатпайды. Айта кетсем, біліммен сіз айтады ғой мұғалімдер, білім артынан қалмайды, бұл ертең қалмайды, сізден жүре береді. Білім болмаса жұмыс жоқ, жұмыс болса құрдымға кетеді. Ақшаңыз жоқ, жұмысты қалай табасыз? Қазір жастар көбінесе ақшаны тез ойлайды, ақшаны көп жолмен табады, бірақ жаман жолмен табады. Ұрлайды, біреуді тонап кетеді. Бұл өте қателік. Менің ойымша, қазірден бастап білімге көп мән беру керек. Қазір біліммен жетіліп, өзіңіздің табысыңызды қазірден бастасаңыздар болады. Білімді бірінші оқуларыңыз керек. Мысалға, қазіргі декретте отырған аналардың өзі біліммен оқып ақша табады. Үйінде отырса да ақша табады. Сондықтан сіздерде көптеген курстар сатып білім өте маңызды болады. Ал төртінші кеңесім, қазірден бастап әлі кеш емес. Ол айтқанда, сен ертең істей салам, ертең оқи салам. Ол еріншектің белгісі, алдау. Ол яғни айтқанда, сен өзіңді алдай бересің, еріншекке бересің, телефонға құмар боласың. Ал оны жоюдың жолын айта кетсем, блог түсір, өзіңді мотивациялық күніңді түсір, бір күндік блог, және де ютубқа видео салыңдар, дамыңдар, және сосын азан алтыда тұрып дамып, әдет қалыптастырыңдар. Менің айтарым. Менің соңғы 5-ші кеңесім, мен айта кететінім тыныштық. Тыныштық дегеніміз ол миымыздың тынығуы, демалуы. Ол көбінесе миымыз тыныш жерде демалады, білесіздер. Көбінесе сіз әр аптаңызда музыка тыңдайсыздар, ал бірақ көп музыка тыңдауға болмайды, уақытыңыз бос кетеді. Сондықтан да әр аптаның 3 күнін арнап өзіңіз тыныштық болыңыз. Өзіңіздің қалай тыныштық күні өтетін влогпен түсіріңіз, музыка тыңдамаңыз, және де өзіңіз тыныштық болып дамуыңызды, арманыңызды бір блокнотқа жазып отыруға болады. Ал егер осы видео ұнаса, маған лайк басып тіркелуді ұмытпа. Саған қай кеңес ұнады, қай кеңес маңызды, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңдар.